Бүгін 24 маусым 2025 жыл. Менің телефоным жұмыс істемей қалды. Болмай қалды да, енді соны активқа келіп тексертуге келгем. Жөндеп беріңдерші, не болды деп. Десем келсем, мына жерде бір келіншек отыр екен, қабылдап. Мен сұрадым, сұрақтарым бар, сұрасам, маған орысша жауап берсем, мен түсінбеймін дедім. Не деп айттыңыз, мен түсінбеймін десем, прям түсі өзгеріп, көгеріп, енді қатты сөйлеген жоқ, бірақ түсі өзгеріп кетті да. Айтады, қазақша маған жауап берді. Мен айттым, бірдеңе алыңыз, номер алсам, сіздегі, орысша айтады, 14 номер дейді. Мен түсінбеймін, не дедіңіз десем, ана қыз енді кішкене нервісі қозып маған. Қазақша 14 номер дейді, жарайды деп. Мен отырғам ғой, қарасам бір кезде сол арада бірден бір жігіт шығарайды, шақырды біреуді. Десе ол қазақ деді. Мына қыз да қазақ деді, бірақ анау жақсы білмейтін көрініп тұрды. Сөйлемейді енді, жақсы қызмет көрсетемейді мемлекеттік тілде. Бірден арасында қазақ тілді жігітті шығарып отырғызып қойып, мен сол жігітті қабылдады. Содан маған бір түрлі қарайды, сөйтсем, анау келген адамдар отыр, енді басқа ұлттың адамдар, түсінесіздер ғой кім екенін. Олар маған таң болып қарайды. Өйткені жерде бәрі орысша сөйлеп тұр ғой, мен қазақша қоймай тұрмын, мен түсінбеймін деп. Сөйтіп кішкене елдердің несін, нервісін қоздырып кеттім. Бірақ телефон жасап бердім, мың алғыс.